Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Мен бүгін балықтан рулет жасаймын. Ол үшін қажет 4 піскен жұмыртқа, 2 бас чеснок, 2 шикі жұмыртқа, тұз, бұрыш және фарш. Осы дайын фаршымызға сарымсақты алып үккіштен өткіземіз. Жалпы балықтан фарш жасауды білгіңіз келетін болса, менің осы каналымда салынған балықтан қалай фарш дайындау керектігі, содан алсаңыз болады. Осылай сарымсағымызды күшті өткізіп аламыз. Бұл рулеттің құрамына жуа қоспаймыз. Тек қана сарымсақ қосамыз. Сосын жаңағы қалауымызша дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Міне, сарымсағымызды күштен өткізіп болдық. Енді бұрыш, қара бұрыш ұнтақталған. Және татымына қарай тұз саламыз. Одан кейін шикі жұмыртқамызды құямыз. Бұл жұмыртқа жалпы жаңағы фаршымызды біріктіру үшін қажет. Міне, жұмыртқаны қосқан кезде мен жаңағы 2 жұмыртқаның біреуінің сарысын алып қалдым. Себебі оны қазір жасалу барысында көрсететін боламын. Енді осы қосылған барлық жаңағы дәмдеуіш қосылды, жұмыртқа қосылды. Осының барлығын біркелкі етіп масса болғанша, жаңағы араласқанша әбден араластырып аламыз. Мінекей, фаршымыздың осылай әбден араластырамыз. Нәтижесінде осындай нәзік жұп-жұмсақ фарш дайын болады. Фаршымыз дайын. Енді фаршымызды жаңағы біркелкі 1 сантиметр көлемінде салафан мешокты да пайдалануға, болмаса жаңағы пищевой пленканы да пайдалануға, соны дастарханның үстіне жайып қойып, соның үстіне 1 сантиметр қалыңдық көлемінде жайып аламыз. Осылай алып жая бересіздер. Мінекей. Осылай жан-жағын тегістеп формаға келтіреміз. Фаршымыз жайып болғаннан кейін қолымызбен басып бір тегіс етіп жайып аламыз. Фаршымыз дайын болды, мінекей. Енді осының үстіне мана піскен жұмыртқаларымызды тура ортасына қарай келтіріп қойып аламыз. Мінекей, жұмыртқаларымызды қойып алдық. Енді рулетімізді ораймыз. Ол үшін жаңағы салафанды шинап, жұмыртқалар қозғалып кетуі мүмкін. Ақырын қолыңызбен сырғыта отырып домалатамыз. Салафанның сыртымен жаңағы жасап атқан рулетімізді колбаса пішіндес етіп, 2 жағын бекітіп, формаға келтіреміз. Жалпы маған салафанмен істеген ыңғайлы, себебі жаңағы пісіретін протеинге салатын кезде де осы салафан адамға ұстауға ыңғайлы болады. Сол үшін мен көбінде салафан мешокқа жазып соған істеймін. Мінекей, 2 жағынан қысып формаға келтірдік. Енді жаңағы протеинге қоямыз.
ақырын шетінен сырғытып домалатсаңыздар өзі түсе қалады. Мінекей салып қойдық формамызға. Үстінен тағы бір қолымызбен тегістеп дұрыстап жібереміз осылай. Мінекей. Енді осы салып қойған рулетіміздің үстін жұмыртқаның сарысы, жаңа алып қалған сарысы, құр сарысымен ғана осылай шөткімен тегіс жегін ішін жеткізіп, сарысын жағып шығамыз. Мінекей дайын болды. Әбден осылай жабып тастаймыз. Жұмыртқаның сарысын тегіс пайдаланып тастаңыздар. Сырты қып-қызыл болып, жақсы болып піседі. Міне газға салып қойдым. Газға 180 градусқа 1 сағатқа қоясыздар. Енді өздеріңіздің газдарыңызға байланысты ол. Міне нәтижесінде осындай керемет рулет пайда болды. Сіздерге де осыны жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.